Себебі бізден кейін жырлайтын адам жоқ. Амандық дұрыс айтып отыр. Соны жайменен қалдыра беру керек. Себебі ел жоқ қой. Ел жоқ. Орны бар, жұрты бар, бірақ ел жоқ ол жерде. Халық тұрмайды. Сондықтан олар ұмытылып кете береді. Сондықтан оны біз өлтірмеуіміз керек, тірілтуіміз керек қайта. Ал қалай тірілтеміз? Біз осындай әңгімелер арқылы, естеліктер арқылы, шежіре арқылы біз тірілте аламыз оны. Осыны жадымызда сақтау арқылы, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру арқылы, жазып, сызып, кітап қылып қалдыру арқылы біз ұялыны тірілтеміз. Міне, ұялмай деген өте әдемі. Сонда да мәдениетіміз өте күшті дамыған екен ғой. Сол кезде білмейді екенбіз. Қазір қарап отырсақ, сонда біздің клубымыз қандай еді. Почта болатын еді бір қапталында. Біздің Қалдыбек поштада істеп еді. Сол поштадан жақсы болып армияға кетіп еді. Күтіп баратқанда бір сағат беріп бастығы. Сол сағатты мен олыма тағып кеткен ойыма түсіп жатыр да. Нан шығаратын пекарнийіміз бар еді. Бәрі бар еді ғой. Склад бар еді. Жырлап қайтамыз ғой. Жалпы ұялы туралы жаза беруіміз керек қой. Мысалы, бізден кейінгілер білмеуі мүмкін. Өткенде Амандық жақсы жазған. Біз соңғы тұяқтарымыз. Бізден кейін білмеуі мүмкін оны. Ешкім айтпауы мүмкін ұрпақтар. Сондықтан келешек ұрпақтың санасына сіңіріп, анау баламызға айтып, одан кейін немеремізге айтып, одан кейін шөбере деген сияқтыларға бірінен бір жалғасып кете беру керек. Ұялының аты ұмытылмау керек. Аралға маусол құятын болса, шалқып тасатын болса, мүмкін біздің ұрпақтарымыз көшіп барар. Өзімізде көшіп барармыз, көштің басын бастап. Бір баржыменен ауылдағы ұялдағы мектепті көшірдік қой. Кітаптарды бәрін тастық қой баржыменен. Ағайлар бар, апайлар бар қасымызда. Сонда мына кімнің Амандықтың папасы Жұмағали атамыздың үйіне сол үйге барып түнеп, сол ойымда қалыпты да менің түнеп, қыздар бір бөлек, балдар бір бөлек, бәріміз бір жерден шай тамақ ішіп күшті болдық қой, бір баламыз ғой енді. Ауылға барғанымызға қуанып жүрміз, біз ана жұмыс істегенімізге ризамыз ғой. Қуанып, сол әрқайсы кітаптарды бір түндеп тасып, сөйтіп бір көшіргенде барғаным ойыма түсіп жатыр да менің. Қызықтайды табиғатқа құштар жан, судың беті көрінбейді құстардан. Қасқалтақ пен қарабайы, сүңгір үйрек бір қазан, мәз боламыз сусабалап ұшқаннан. Шағалалар шарқыратын айнала, аққу жүзер су бетінде жай ғана. Бір қазандар шабақтарды қылғытып, қасқалдақтар көп болатын қайдада. Мына ұялы қостырғанда арнасынан асып, толқындары жағаны ұрып, шағалалары шарқырып, айнала ұшып, теңіздің түбінен шабақ іліп жатқан сияқты болып жатыр ғой. Өте тамаша, керемет. Ал енді қаралсақ, шын мәнінде ұялы тірілді ғой. Ұялыны тірілтіп алдық. Ұялыға қан жүгірді өн бойына. Жан бітті. Енді осы ұялыда біз бәріміз тұрып жатырмыз, былайша қарасақ. Күнде сөйлесіп тұрамыз, көшеге шығып, үйде әңгімелесеміз деген сияқты жағдай болып жатқан жоқ па міне? Болып жатыр ғой. Жаңалықтардың бәрін естіп отырмыз. Ана үйде қандай жаңалық, мына үйде қандай жаңалық, не болып жатыр, туған туысында, бауырында деген сияқты. Алыстағы ағайында деген сияқты. Міне ұялыда тұрып жатырмыз. Біз жан жүрегімізбенен ұялыда тұрып жатырмыз қазір. Біз солай деп есептейік енді. Міне ұялы тірілді.